Қазіргі келіндер көп болады деп айта алмайды. Ау, шапылдап бір сөз айтсаң, мың сөз айтады. Сол үшін сіз бір сөз айтпаңыз. Енелер де осы жерде жақсы болу керек. Көріп тұрсың ба, сөзің өтпей жатқанын, қадіріңді кетіп шапылдай берме сен де. Енең болсаң, өзің енесің. Жөнімен болу керек. Ақылды ұққанға, үгітті жұққанға айт дейді. Мына мен бағанан бері бір сағатқа таяу аузымды шапылдатып мен сөйлеп жатқаным, мына 1000 адам тыңдағаннан кейін сөйлеп жатырмын. Тура сол сияқты сөйлей берсең, бәрі тыңдаса сөйленеді. Тыңдалмаған сөз жетім. Енелер де қадірлеріңізді кетіре бермей, мен ана көп туралы айтқам, енелер туралы. Қадірлеріңізді кетіре бермей, баланы қатынына қайрап сала бермей, ауыздарыңызды жауып, тыныш өмір сүре беріңіздер болды. Мен енемен деп қоқаңдағаныңды қой. Көріп тұрсың ба сөзің өтпей жатқанын? Ана көкірегіңді басқа жағыңа көрсетіп ал. Байыңа көрсет, сәсеттеріңе көрсет, құдағиыңа, абысыныңа көрсет. Өз әр нәрсені өз. Сіздің замандағы келін менен қазіргі келіннің ортасы жер мен көктей. Сіздің детский травмаңызға кейінгі келген келін жауапты емес. Сен болған келін қазір келін бола алмайды. Болды. Орысша айтқанда смирись, соны қабылда. Болды, сонда өмір сүру жеңіл болады. Қадірің сол кезде кетпейді. Тұрып алып, мен бала туғам деп, балаңды айырап, қайрап, анаған қайрап салып, ол жынданып балаң пышақта ұрып, бір өлтіріп, сотталып кетсе не істейсің? Сол қай рахатың орнына келеді? Жоқ, қаңғытып жылайын жіберейін деп пен. Сондықтан олай жасамаңыз. Енелерге